Мектеп 4 қараша 2024 жылы ашылды. Қазіргі таңда 4 айдай бойы оқушылар білім алуда. Мектеп заманауи, жақсы жабдықталған мектеп. Ол бізге үлкен мүмкіншілік беріп отыр. Мысалы, барлық сыныптарда интерактивті тақталар, мұғалімдер олардың бәрін қолдануда, ашық сабақтар өтіліп жатыр, семинарлар өтіліп жатыр. Бұл легоның аты Lego Spike деп аталады. Бұны біз досым екеуміз жасап шығардық. Мен робототехникаға қатысып жүргеніме 2 айдай болып қалды. Бізде мектебімізде робототехника курсы ашылған. Сол курс бойынша мұнда оқушылардың жасап шығарған жұмыстары орналасқан. Яғни бізде Lego Spike роботтары берілген. Сол бойынша оқушылар жұмыс жасап жатырмыз. Сонымен қоса бізде 3D принтері берілген. Мына жерде 3D принтерінде оқушылардың жасап шығарылған жұмыстары берілген. Қатысамын деп жатқан оқушылардың саны өте көп. 5-7 сынып арасында домбыра үйірмелері бар, 3 топ ашылды, би үйірмесі бар. Мынау шеберхана өте керемет жабдықталған. Қыз балаларға да, ер балаларға да. Қазір бізде көркем еңбек сабағы, біз қазір фартук тігіп жатырмыз. Қазіргі тігіп жатқан заттарымыз кейін келешекте бізге ол қыз өсіріп жатсақ та керек болатын дүниелер. Көркем еңбек сыныбына 10-нан 10 балл беремін. Себебі бұл жерде жұмыс істеген өте ыңғайлы және де біздің апайымызды өте керемет үйретеді. Бізде кәдімгі профессиональный тігін машинасы берілген, қайшы, ине жіп, тіпті тоқма жіптеріміз де, крючоктарымыз да, специялардың бәрі де берілген. Өте дән ризамыз. Құралхана жабдықтың бәріне сай келген, заттарымыз түгел. Балдар осындай ағаштармен бұйым жасау тақырыбында жұмыс жасап жатыр балдар. Мектептің сапасы жақсы. Бізде 3 рет ата-аналар жиналысы өтті. Ата-аналардың ризашылық білдіріп жатқан ата-аналар өте көп. Әрине, балдар алысқа, ұзаққа бармай, жақын жерден осы мектепте оқи алады. Халық игілігі үшін, балалар игілігі үшін салынды ғой. Балалар енді барлық жағдай жасалған мектепте оқып, бітіріп, үлкен ер азамат болады деп ойлаймыз, үміттенеміз.